Назик Кук арнасына қош келдіңіз. Тауық қанаттары мен тауық аяқтарын қалай маринадтаймыз бейне сол туралы болмақ. Бұл 2 кило тауықтың маринадына арналған калькуляция болады. Тауық қанаттарының мынандай ұшын кесіп алып тастадық. Тауыққа арналған дәмдеуішті саламыз. Қара бұрыш, паприка, тұз, соя соусы, күнбағыс майы, майонез және кетчуп. Енді осының барлығын дұрыстап араластырамыз. Мен бұл маринадты түнімен қоямда, әдетте таңертең пеште пісіріп алам. Асығыс болса 1 сағаттан кейін маринадтап пісіре беріңіз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 45 минут пісіріп алам. Тауықтарымыз өте жақсы пісті. Енді ыстық қыпта, суық қыпта жей беруге болады. Осындай дастарханның сәнін келтіретін тауықтар, мынандай тауықтан кәуап, самса пісірулеріңізге болады. Астына сілтемесін тастап кетем. Бейне ұнаған болса тіркеліп кетіңіздер. Сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Астарыңыз дәмді болсын.